Баршаңызға ассалаумағалейкум, сіздермен бірге Азамат арнасы. Осы жексенбі күні Лас-Вегас қаласында T-Mobile аренасында UFC 290 турнирі өтеді. Басты жекпе-жекте Александр Волконовский Яир Родригеспен кездеседі. Комейн ивентте Брэндон Морено және Александр Пантожа. Сонымен қатар Джалин Тернер мен Дэн Хукер төбелесетін болады. Және де бұларға арнайы пресс-конференция жасалған болатын. Осы конференцияның ең қызық сәттерін біз арнайы жинап, осы видеомыз шығарып отырмыз. Басталмас бұрын міндетті түрде видеоға лайк басып, ардыңға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар келесі видеода қай жауынгер немесе қай тақырыпта видео шығарайық, комментарийге жазып кетіңіздер. Ал біз бастаймыз. Волк, сен исламмен керемет жекпе-жек өткіздің, алайда төрешілердің шешімі әлі күнге дейін сұрақтар тудырады. Сен өз салмағың үшін қандай да бір тәжірибе жинадың ба? Әрине, жеңілсең де жеңсең де бұл тәжірибе. Біраз затқа үйреніп, осы жолы өз дайындығымның кейбір сәттерін өзгерттім. Өзімді сынап көру үшін жеңіл салмаққа ауысқан едім. Көбісі бұл өмірге немқұрайлы қарайды. Ал мен болсам болашақты ойлап, әр қадамда әр соққыны дұрысынан жасағым келеді. Исламмен өткізген жекпе-жектен соң өз салмағымдағылар маған дым істей алмайтынын сездім. Родригес екеуің керемет жекпе-жек өткізетіндеріңе сенімдімін. Осы дайындықта қандай затқа көңіл аудардың? Бұған дейін сен өте мықты жауынгерлерді қиналмай сындырып келдің. Бірақ Родригес бірегейлі қарсылас. Соған арнайы дайындаған заттарың бар ма? Иә, әрине, бұл жекпе-жекке бірден келісіп күткен болатынмын. Біраз уақыт бұрын исламмен төбелесіп өзімді сынадым. Ал Родригеспен болатын жекпе-жекті жаңа дем деп айта аламын. Жаңа тәжірибе, партерде де, ударкада да. Мен тәртіпті төбелес тәсілін ұстанып, айлар бойы тоқтамастан жұмыс жасадым. Маған қандай да бір мотивация керек емес. Шығамда сындырамын. Алайда қандай да бір тәжірибенің арқасында мен өз жұмысыма қайтадан қызығып, жаңадан геймплан құрғым келіп тұрады. Яирге тек қана құрмет, оның қиын қарсылас екенін білемін. Өзім осындайлармен төбелесуді жақсы көремін. Осының арқасында бүкіл әлемге өзімнің атымды танытып, жартылай жеңіл салмақтың құдайы екенімді дәлелдеймін. Мен сенің еңбекқор екеніңді білемін. Алайда исламмен өткізген жақын жекпе-жектен соң қайта өзіңе келу қиын болған жоқ па? Себебі өз салмағында саған қарсы тұратын ешкім жоқ. Алдымен түсініспеушілікте болдым. Кейін өзіме қайта оралып, ары қарай жұмыс жасауды жалғастырдым. Еш уайымдамаңыздар, мен бұл реваншқа қол жеткіземін. Родригес тұтып, исламмен қайтадан кездесем. Тарихта осылай жазылған. Бұл жекпе-жек өте тартысты болды. Өзімнен керек заттың барлығын жасадым ба? Иә. Мені тонап кетті ме? Жоқ. Жекпе-жек өте жақын әрі тартысты болды. Мен бұны білемін. Мен сендерге және де барлығына өзімнің кім екенімді көрсеттім. Мен тіпті жоғары сатыдан исламды мыжып соғып тұрдым. Келесіде мен сөзсіз жеңіске жетіп, бұл оқиғаны чемпиондық белбеумен аяқтаймын. Егер біз ислам мен Оливейра реваншын көрсек, алдыңғы жекпе-жекте болғаны қайталана ма? Менің ойымша, иә, Оливейраны сыйламаймын деген емес, Чарльз өте қауіпті әрі қиын қарсыластардың бірі. Алайда менің ойымша, исламның төбелес тәсілі Оливейра үшін біраз қиыншылықтар тудырады. Сол үшін Оливейра қолындағы бар заттың барлығын салып, 100 емес 200%-ға жұмыс істеуі керек. Оливейраны лаки панчер дегім келмейді, бірақ ислам өте мықты жауынгер. Барлық жағынан мықты. Көбісі исламның жағы шыны сияқты дейді, алайда бұны тек мен ғана тауып алдым. Мен оны 2-3 рет соққылармен құлатқан болатынмын. Ол өте жақсы жауынгер, бірақ мен де өте жақсы жауынгермін. Әрдайым жекпе-жек есіме түскенде менің де қолымды көтеруі мүмкін еді ғой деген ойлар келеді. Дегенімен Оливейра жеңіліп қалады, ал мен исламның чемпиондық белбеуін тартып аламын. Егер де Оливейра ұтса ше, сен үшін не маңызды, чемпиондық белбеу немесе де исламды жеңу ме? Исламды жеңу. Яир Родригестің төбелес тәсілінен көңіл бөлсең, нені байқадың? Жекпе-жек қалай өтуі мүмкін? Мен барлық жағынан оны қарап байқап шықтым, себебі ол стойкада да, партерде де жақсы жұмыс жасайды. Алайда барлығы менің бірінші нөмірде төбелесетімді біледі. Сондықтан мен қарсыластарымның темпін сындырып, прессингтің арқасында олардың жақсы жақтарын жаманға ауыстыруға мәжбүрлеймін. Осы жолда дәл солай болады. Яир, сен біраз атаңыз айналған жауынгерлермен төбелестің, ал Волконовский паунд for паунд рейтингін басқарып отыр. Бұл жекпе-жек сен үшін ең қиын бола ма? Білмеймін, мен Волкты мықты жауынгер екенін білемін. Талантты, жақсы таймингпен бұны сіздер менсіз де білесіздер. Менің ол туралы тіпті айтуымның өзі де қателік, себебі сіздер оны жақсы танисыздар. Менің ойымша жекпе-жектерді қандай да бір төбелес тәсілі жарып шығады. Барлығын октагонда көреміз. Ол мені ұту үшін біраз қиналады. Оның ойынша мен оған қарсылас емеспін. Мен олай ойламаймын. Менің төбелес тәсілім мүлде ешкімге ұқсамайтын, ерекше. Тек қана жекпе-жекте емес, октагон сыртында да. Мен өз қателіктеріммен жұмыс жасап, бұл жекпе-жекке жақсы күйде келіп отырмын. Сол үшін мен
толықпен абсолютті UFC чемпиондығы үшін төбелесемін. Кезінде мен ойбай бұл жігіт атаңызға айналған деп жүрдім. Кейін мен Фрэнк Эдгармен, корейлік зомбимен, Макс Холлоуэймен шыққанда алақай деп қуанып жүретінмін. Ал дәл қазір мен толықтай төбелеске дайынмын. Мен Волконовскийді тәкаппарлығы үшін жазалаймын. Мен толығымен дайынмын. Мен қазір өзімнің керемет күйімдемін. Роберт, Дрикус туралы не дей аласыз? Оның деңгейі сіздің бұрынғы қарсыластардікіндей ме? Әрине, ол дәл қазір ең қауіпті қарсыластардың бірі. Көбісі ол туралы сөз айтпауға тырысады. Барлығы оны жай ғана дым қызықтырмайтын жауынгер деп ойлайды. Алайда мен оның өте қауіпті екенін түсініп отырмын. Ол біздің орта салмақ үшін өте үлкен. Сонымен қатар бұл жекпе-жекте ол өзін максималды түрде көрсетуге тырысады. Ол осы жекпе-жекте андердог. Бұндайлар өте қауіпті, бірақ мен де өте қауіпті жауынгермін. Оны сындыру үшін ұзақ уақыт бойы керемет жұмыс жасадым. 14 апта бойы берсерк тәрізді дайындалдым. Жекпе-жек барлығын көрсетеді. Роберт, Дрикустың жекпе-жегін қарағанда оның қандай да бір қателігін немесе жақсы қасиеттерін байқадың ба? Оның қаттылығы және де оның қиындықтан тайсалмас талабы. Ол жақсы және де барлық жағынан жетіліп дамыған жауынгер. Бұл өте қауіпті. Осындай берілмейтін рухпен біраз жақсы жауынгерлерді ұтып шықты. Әр жекпе-жегінде ол жеңіліске жақын болды, бірақ намысты қолдан бермей әр қарсыласын жеңіп шыққан. Қалай ойлайсың, сені оны сындырып тастай аласың ба? Мәселе сындыруда емес, бастысы одан мықты үздік атанып жеңіске жету. Мен оның тәсілімдегі қателіктерді тауып, сол жерден соққы тастап жеңуге тырысамын. Рахмет. Дэн, сен өзінің қайта оралуың жайлы айтып отырсың. Сен қайтадан чемпиондыққа үміткер болғың келе ме, немесе өзінің әдемі төбелес тәсіліңді әлемге таныту ету үшін октагонға қайта оралып жатырсың ба? Қалай ойлайсың, не үшін мен Тернермен кездесуге келістім? Бұл жігіт мені қайтадан топ 10-ға көтереді. Мен рахат үшін немесе де ақша үшін төбелесіп жүргем жоқ. Керек болса бірден ақшаға толы жекпе-жектерді қабылдай аламын. Мен үшін Тернермен болатын жекпе-жек өте маңызды, себебі мен әдемі жеңіске жетсем, бірден чемпиондық тартысқа қайта ораламын. Тернер туралы айтып отырсың, ол сен үшін мықты жауынгер ме? Әрине, 100%-ға иә. Бекерден бекер адамдар одан қашып жүрген жоқ, себебі Тернер өте қауіпті қарсылас. Мен оның жекпе-жектерін қарап шықтым. Қарсыластарын мен секілді біраз рет нокаутқа түсірген. Сондықтан бұл қанға тойлы шайқас болады. Жауынгер болдым, ақшаға қол жеткіздім, топ жауынгер атандым. Енді мен чемпиондыққа қол жеткізгім келеді. Брэндон, Фигередомен төбелеспейтініңе қуаныштысың ба? Әрине. Мен әрдайым бірдей жауап беремін. Дэвисон Фигередоға алғысым шексіз. Шынымды айтсам 4 рет кездесіп шаршап кеттім. Сондықтан басқа біреумен жекпе-жек өткізіп жатырғаныма қуаныштымын. Пантожаның сен туралы айтқан біраз ауыр сөздерін естідім. Сен бұл туралы ойландың ба? Жоқ. Кешіріңдер, мен трэш-ток жасап, боқтап, айқайлап, быт-шыт қылатын адам емеспін. Адамдар мені осындай болғанымның арқасында жақсы көреді. Мен нағызбын және де бетперде киіп далада жүрген біреуге ұқсауға тырыспаймын. Алешандр Пантожаға қарсы дымым жоқ. Алайда, әрине, мен спортсменмін, мен жауынгермін, яғни жауынгер ретінде оны ұтуға тырысамын. Кезінде 2 рет Пантожадан жеңіліс таптым, сондықтан бұл жекпе-жек өте қызық болады. Мен үшін бұл өте маңызды. Егер де мен Пантожаны жеңсем, менің деңгейім және де атағым, даңқым жоғарыға көтеріледі. Жол үшін толық назарым жеңісте ғана. Ал осымен біздің видео соңына дейін жетті. Егер де сізге видео ұнаса, міндетті түрде лайк басып, арнаға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар келесіде қай тақырыпта немесе де қай жауынгер туралы видео шығарайық, комментарийге жазып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Азамат арнасы, сау саламатта көріскенше сау болыңыздар.